Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті көрермендер, Алла елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы жалпы мұсылман адам қоғамда пайдалы болғаны жөн. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалар, я Расулулла, Аллаға ең ұнамды құл қай құл деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ахаббул айбад илаллахи таала анфаун нас линнас. Аллаға ең ұнамды құл бұл адамдар бір-біріне пайдасы тигендер дейді. Вафдолу амал идхалу сурур, және де келесінде амалды сұрайды. Амалдың ең жақсысы қандай амал Аллаға ұнамды? Сол кезде идхалу сурур ала қалбинил муъмин ятруду анху жуан ау якшифу анху карбан ау яқди лаху дайнан. Мұсылман бауырыңның жүрегіне қуаныш орнату, қуаныш кіргізу дейді. Ол қуаныш немен болады? Әр түрлі жолмен. Ең бірінші аш қарнын тойғызасын дейді. Және бір қажетінде боласың. Ол қажеті, ол дүниелік болсын, ол сөз жәрдем болсын. Және де шамаң жетіп жаса, яқди лаху дайнан, қарызын өтеп бересің. Дүниелік тұрғысынан болсын, сөз жәрдем болсын, іс жағынан болсын, мұсылман бауырының қажетінде болу, бұл амалдың ең абзалы, ең ұнамдысы деген. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллаға ең ұнамды құл бұл адамдар бір-біріне пайдасы тигендер дейді. Пайғамбарымыздың тағы бір мынандай бір сөзі бар. Пайғамбарымыздың әрбір сөзі хадис делінеді. Бір хадисінде мән асбаха ла януи зулма ала ахадин ғофира лаху ма жана. Кім-кім таң сәріде былай таң атырса дейді. Мен бір бауырымның қажетінде болам бүгін деп таң атыратын болса, Алла тағала бүкіл күнәсін кешіріп жібереді дейді. Және де бір зұлымдыққа түскен бауырыма жәрдем беремін, оның қажетінде боламын, бір қарызын өтеп беремін. Әйтеуір бір қажетінде боламын деп жұмысқа шығатын болса, таң атыратын болса, онда оған қабыл болған қажылықтың сыйын береді дейді. Пәленбай километр арқа тастап, қажылыққа барып, одан көрі дейді, бір бауырының қажетінде болсаң, қабыл болған қажылықтың сыйын аласың дейді. Әрине енді қажылыққа бару, ол бөлек сауап. Дегенмен бұл жерде тең жағын айтып отыр да. Бауырының қажетінде болу, пайғамбарымыз тағы бір хадисінде бір ай иктикафта отқаның сауабы беріледі дейді. Иктикаф дегеніміз оңашалану. Рамазан айы кірген кезде бір кісі 30 күн, бір кісі 20 күн, бір кісі 10 күн Құдаймен жеке қалады. Осы иктикаф денеді. Яғни бір ай иктикафта қалғаннан бір бауырының қажетінде болу, бір бауырының жүрегіне қуаныш орнату иктикафтың сауабынан әлде қайда абзал денген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді бір хадисті қуаттап кетіп отыр ғой. Мынандай бір хадисі бар тағы да. Хаслатани ла шайа афдалу минхума, екі бір жақсы қасиет бар дейді. Жалпы жақсы қасиеттер жетерлік, бірақ осы екі қасиет ең шыңы. Ең біріншісі әл-иману билла, Аллаға иман ету, Аллаға сену. Аллаға сену дегенде ол пайғамбарына сену тұрады. Періштелеріне, кітаптарына, ақырет күніне, жалпы иманның 6 шарты тұрады. Және бізге керек жері ваннафау лил муслимин, мұсылмандарға пайдалы болу дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қаншама хадистері бар да. Мұсылман бір-біріне жәрдем беру, мұсылман бір-біріне пайдалы болу. Сіз дүние тауып жатсыз, өзіңізге ғана емес та. Жаныңыздағы көрші болсын, көршіде мұсылман. Туысқаныңыз болсын, туысқанда мұсылман. Бұл жерде тек мұсылманды айтып тұрған жоқ. Пайғамбарымыздың бір хадисінде
«Ваннафу лил муслимин» деп мұсылмандарды айтып тұрса, ендігі бір хадисінде «Анфау нас лин нас» адамдар бір-біріне пайдалы болғандар дейді. Пайғамбарымыз алалап тұрған жоқ. Мейлі ол дінге сенбейтін болсын, мейлі мұсылман болсын, сен адами қасиетіңді көрсетіп, оған пайдаң тисің деп тұрды. Өкінішке орай қазір қоғамымызда кейбір түсініксіз жайттар бар. Мынау мұсылман, мына намаз оқиды, мына намаз оқымайды, ораза ұстайды, ораза ұстамайды деген алалау бар. Ал бұл алалау ислам шариғатына сай емес. Ең бастысы адамға ол Құдайға сеніп сенбеуі өзінікі. Біз бастысы пайдамыз тисе болды. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қай бір хадисінде қарамасаңыз, бүкіл хадисі адамдарға жәрдем беру, адамдарға пайда тию осы жайында болады. Алла Тағала елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін. Алла бізге сондай бір байлық берсін, жомарт байлардан болайық, елге, дінге аянбай қызмет етейік. Алла еліміз аман, жұртымызды тыныш етсін.